Сары майдың емдік пайдасы. Сары май тарихтан бері ата-бабамыз күнделікті тұрмысқа тұтынып келе жатқан шипалық қасиеті зор, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қазақтың төл азықтарының бірі. Негізінен сиырдың сүт майынан тұратын тағам. Сары майда А, Д, Е, К дәрумендері бар. Ми жұмысы сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалары алмасу үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Иммунитетті жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерін майлап, жөтелді емдеуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап, берік қылады, шаршағандық сезімін басады. Сондай-ақ сары май адам денесінде қан қоюлық байқалса, таңертеңгі аста сары майды қалыпты тұтынса, денесіндегі қан түйіршіктерін сұйылту рөлін атқарады. Сары майды үздіксіз тұтыну қан қоюлық ауруының алдын алып қалмастан қанытты несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі есептеледі. Әсіресе ұлтымыз ерте кезде сары майдан пайдаланып, буын қабыну ауруын емдеп келген. Емдеу әдісі ол мынадай. Буын қабыну ауруына тап болған адамды емдеуде сары май салынған қарынды буынға салу арқылы сауықтырған. Бұдан сырт, іші қатқан, ересек адамдар мен сәбилерге ерітіп ішкізсе, іш жүргізеді. Қазақ шипагерлігінде жарақаттанған жараға сары майды ерітіп жақса, жарақатты жұмсартады, әрі жарақаттың ауырғанын басып, тез арада сауықтырады. Бұл күндері өз ұлтымыздан басқа ұлттарда сары майдың қыры мен сырына қанық болып, күнделікті тұрмысына тұтына бастады. Міне, бұдан ұлтымыздың сары майы күнделікті тұрмысына тұтынып, және шипалық дәрі ретінде пайдаланып, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келе жатқан тіршілік тынысының бірі деуге болады. Ұлтымыз сары май алу техникасының ғылымилығын ертеден қолдана берген. Сиыр сүтін қалыпты температурада жылытқан соң, сүттен кілегейді айырып алады да, кілегейдің өзін 15 минут мөлшерінде қос қолымен араластырып шайқайды. Кілегей сары майға айналған соң 5-6 рет суық сумен шайқайды. Суық сумен шайқаудағы мақсат сары майдың құрамындағы сүтті айырып, майдың сапасына кепілдік ету. Сары майға қалыпты түрде тұз араластырып, алдын ала дайындап қойған қойдың қарнына салып, қарынның аузын ауа кірместей етіп бекіткеннен кейін салқын жерге немесе тоңазытқышқа қойып сақтаса да болады. Міне, бұдан ұлтымыздың сары майды тұтыну және сары майды алу техникасын түсінуге болады. Және де тең мөлшерде балға араластырылған күйдірілген сары май иммунитетті көтеретін мықты табиғи құрал. Ол үшін таңертең жылы сүтке араластырып, аш қарынға ішсеңіз болғаны. Ол кеудедегі қақырықты босатады, ішектердің жиырылу қасиетін реттейді, іш қатуын болдырмайды, иммунитетті көтереді. Сүйектердің беріктігіне көмегі бар. Ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады. Жасушаларды жаңарту арқылы ағзаны жасартады. Кемі 3-5 ай жалғастырған жағдайда атеросклерозға қарсы оң әсері байқалады. Қазекемнің қысты күні суықтап қалған балаға беретін ең бірінші дәрісі де осы май қосылған сүт екенін білеміз. Дәмді де сіңімді бұл сусын әлсіздікті жеңуге, ағзадағы суықты қууға қауқарлы. Бал қосылған қолдың сары майы жүйке мен иммундық жүйеге оң әсер етеді. Күйдірілген сары май аюрведа әдісімен ем жасайтын үнді шипагерлерінің де басты қаруы. Олар тіпті тері мен шаш сұлулығын да осы әдіспен сақтайды екен. Жасы 60-тан асса да бетіне әжім, шашына ақ түспеген, көзі өткір, тісі сау, қимыл қозғалысы еркін үнді бишілерінің бірі Ресейдің әйелдерге арналған бағдарламасына қонақ болған екен. Сонда жүргізуші 60-тағы бишінің 30-ға жетпеген сұлудай мінсіз дене бітімінің сырын сұрайды. Үнді сұлуларының көбі күйдірілген сары майға бал, жаңғақ, кептірілген өрік, мейіз, жер жаңғақ қосып жейтіні тағам танушыларды таң қалдырды. Зерттей келе олар майдың бұл түрі А, Д, Е,
К витаминдеріне бай, холестерин деңгейін төмендететін, тамыр қабырғаларын тазартатын, зейінді арттыратын, сіңімді әрі өте пайдалы деген шешімге келген. Күйдіру, еріту барысында майдың құрамындағы су толығымен жойылады. Сондықтан май ағзада іркілмейді, қайта ішек пен асқазанды тазартады. Айтпағымыз, суық маусымда күнделікті таңертең сүтке 50 грамм күйдірілген май қосып ішуді әдет етіңіз. Пайдасы шаш етектен.